Туыстарың кім? Қазақпыз. Қазақпыз. Онда неге қазақша сөйлемейсіңдер? Енді біз қай тілде сөйлеп жүрміз? Осы сұраққа өзің жауап берші, қарлығаш. Қарап тұрсам, біреуің қазақша таза сөйлемейді екенсіңдер. Тілімізді құрметтемейсіңдер, қорлап болдыңдар. Бір сөйлемнің тең жарысы орысша. Не деген сонда? Енді қазір бәрі солай сөйлейді ғой. Онда бәрі өлсе сен де өл. Ана тілге деген құрмет қайда сонда? Ұятсыздар. Отан деген отбасынан басталады. Осының бәрінен сен кінәлісің, Қарлығаш. Ойбай бәке, енді қандай кінәм? Қазақ тілі бұл біздің ана тіліміз. Анасы қай тілде сөйлесе, балалардың бәрі сол тілде сөйлейді. Түбегейлі сен кінәлісің. Әйтеуір мен кінәлі емес екен. Ей, қызым, саған айтам, келінім, сен тыңда. Яға тыңдап отырмын. Жалғасқа. Енді ол қалада тұрғаннан кейін солай болып тұр ғой. Маған десең неге айға барып тұрмайсың? Бұның бәрі сылтау. Осы уақытқа дейін менің бір ауыз орысша қосып сөйлегенді естідің ме, Қарлығаш? Жоқ, естіген жоқ. Өзің орысша білмейсің ғой сен. Мәселе орысша білгенде, білмегенде емес. Өз ана тіліңді құрметтегенде. Сонда орысша мүлде сөйлеуге болмай ма? Жоқ, мен сендерге мүлдем сөйлеме деп жатқан жоқпын ғой. Біліңдер, ол жақсы. Бірақ өзге тілдің бәрін бір өз тіліңді құрметтедім. Жалғас кім айтты? Сіз? Сондықтан бүгіннен бастап орысша басылып шүлдірлегендерді естімейтін болайық. Қарлығаш, түсіндің ғой?